Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Нур KZ. Достар, бүгін біз қандай видео түсіретін десеңіздер, бүгін біз эксперимент жасайтын боламыз достар. Міне осы кішкентай фонарьге эксперимент жасайтын боламыз. Қандай эксперимент десеңіздер, осыны бірнеше сағатқа жағып қоятын боламыз. Оның қанша уақыт, қанша сағат қуаты жететінін көретін боламыз достар. Бұны ешкім білмейді деген ойдамын, қанша сағат, қанша минут қуаты жететінін. Міне, мынау жап-жаңа көріп тұрғаныңыздай қатты жанады. Міне қатты жанады, көрінбей тұрған шығар сіздерге. Қатты жанады. Осыны қазір мынаған тіреп қоятын боламыз. Сол кезде қанша уақыт бойы жанып тұратынын көретін боламыз достар. Давай кеттік. Міне қазір мынаны майыстырып алдым жаңа. Осы жағда майыспай тұратын еді, осыны майыстырдым. Осыны мынаған тіре саламыз қазір. Жақсылап тұру керек. Міне достар. Жаңғызып қойдым. Міне қанша уақыт, қанша сағат бойы жанып тұратынын көретін боламыз достар. Қазір сағат қанша кетті? 4-тен 8-ге кетті достар. 4-тен 8. Так, мына спичкасын өшірейік. Міне спичкасын өшірдім достар. Енді иіс тұратын болады. Не деген қарсаңыз, қатты жанады кәдімгідей. Кәдімгідей қатты жанады. Осы жерге қойып қоямыз. Қалай қоямыз? Осылай ыңғайлы ма сіздерге? Әлде былай ма? Осылай қоя салам. Давайте достар, қанша уақыт тұратынын бірге көрейік. Мені білінгіпті, бұны білмеймін қанша уақыт тұратынын. Давайте, жаңа 4-тен 8-ге кеткенде басталды, 4-тен 9-ге кетті. Давайте достар, бұны мен осылай ұзақ видео түсіріп тұра алмаймын, өйткені телефонымның памяты жетпейді. Бұның әрбір 10 минут немесе бір жарты сағат сайын түсіріп отыратын боламын достар. Достар, міне уже сағат 5-тен 27 кетті. Мынау қуат көзі өшіп бара жатыр достар. Міне өшіп бара жатыр қуат көзі. Алдында бұдан да қаттырақ жанып тұрған еді. Баяулап бара жатыр достар. Бірақ база жоқ, 1 сағат шыдады. 1 сағат шыдады, мынау қараңыздар. Кішкентай батарейкалар. 1 сағат шыдады. Давайте тағы да қойып қойық. Әлі тағы қанша минут шыдайды екен, соны көрейік достар. Давайте. Достар, міне бірнеше минуттар өтті. Қазір сағат 6-дан 51 кетті. Біз 4-тен 8-ге кеткенде қосқан болатынбыз. Қателеспесем. Міне қазір осындай ақ жанып тұр. Міне скотч. Осыған жақ көрсек. Осындай жанып тұр. Бұның минуттар өткен сайын қуат көзі азайып бара жатыр. Бірақ бұның мен қанша уақытқа жететінін білмеймін. Бұның тұрғанына, осылай тұрғанына бір 3 сағаттай болып қалды достар. 3 сағаттай болып қалды. 3 сағат бойы шыдады. Әлі қанша шыдайды екен, маған сол қызық болып тұр. Мүмкін азанғайын шыдайтын шығар. Бірақ мүмкін емес. Не деген мынау? Уже светті де өзеп батыр. Жаңа әппақ жақырап тұрған еді, қазір көкшіл болып кетті ма, сондай болып кетті. Міне. Достар, сіздердің ойыңызша бұл қанша сағатқа шыдауы мүмкін достар? Давай комментария жазыңыздар достар. Давай коммент. Қанша сағат, қанша минутқа шыдауы мүмкін? Менің ойымша бұл 5 сағатқа шыдауы мүмкін, 5 сағат. Мен өйткені әлі де мен нормальный жанып тұр. Жаман емес мынау да. Осылай жанып тұр. Давай достар, ары қарай жалғастыратын боламыз. Достар, міне қазір сағат 21-ден 4 кетті.
яғни 9-дан 4 кетті. Достар, мен бұны 4-те қойғам. Сон 4, 5, 6, 7, 8, 9. 5 сағат бойы жанып тұрды, достар. Міне қараңыздар. 5 сағат бойы жанып тұрды, достар. Мәссаған. Нан 5 сағат бойы қуаты жетеді екен. Мықты. Міне, достар, ары қарай жалғастырамыз. Әлі қаншаға жетеді. Сіздерде білгілеріңіз кетіп тұрған шығар, достар. Мен де қатты білгім келіп отыр. Менің ойымша мен 5 сағатқа жетеді деген едім жаңа. Менің ойымша бұл азанғайын жететін сияқты. Қараңыздар. Батарейка кішкене жылып бара жатыр. Қызып бара жатыр енді. Барлық электр заттарында осындай болады. Бұл қалыпты жағдай. Достар, міне ары қарай жалғастыратын боламыз. Сіздер қалай ойлайсыз? Қанша сағат тұрады? Менің ойымша азанғайын тұратын шығар. Бірақ азанда өте жай жанып тұрады, достар. Бұдан 2 есе, мүмкін 10 есе жай жанып тұратын шығар. Сәл көрініп тұратын шығар. Сондай болуы мүмкін, достар. Давайте жалғастырамыз. Достар, уже сағат 7-ден 44 кетті. Таңғы 7-ден 44 кетті. Достар, азанғайын шыдады ма? Нағырыңыздар. Қазір мен мектепке кетіп бара жатырмын. Келгенге шейін шыдайды деп ойлаймын. Мықты екен. Достар, ары қарай жалғастырамыз. Сабақтан келдім, сағат 2-ден 25 кетті. Мынау әлі жанып тұр. Бірақ өте жай жанады, қараңыздар. Өте жай жанады. Жерге жақ көрсетейін, міне. Сонда мынау 24 сағат шыдай ма? Қалай ойлайсыздар? Давай комментке жазыңыздар, 24 сағат шыдай ма? Давай достар, ары қарай жалғастырамыз. Достар, міне сағат 5-тен 58 кетті. Достар, бұл фонарик 24 сағат шыдады. 24 сағат, достар, ойланып көріңдерші. Не деген көп. Мін қазір кеш батып бара жатыр. Мына фонарик. Қазір камера кішкене кеш қылып көрсетіп тұр. Так, кішкене көтерейін мені. Жағын. Разница жоқ екен. Міне 24 сағат шыдады, достар. Әлі жаман емес, жанып тұр. Әлі нормально болады. Так, достар, қазір 5-тен 59 кетті. Ары қарай жалғастырамыз, достар. Қанша шыдайды екен көреміз. Достар, міне қазір сағат 6-дан 58 кетті. Мынау әлі жанып тұр. Әлі қанша жанады екен? 48 сағат жанатын сияқты, әлден одан да көп. Сізде осындай эксперимент жасап көріңіз. Так, достар, ары қарай жалғастырамыз. Достар, қазір сағат тура 5 болды. Бұл фонарик 48 сағат шыдады, достар. Базар жоқ, достар. Мен 48 сағат бойы шыдайды деп ойлаған жоқпын негізі. Достар, мен ешқандай сіздерді алдап жатқан жоқпын. Бұны видеодан тоқтатып, өшіріп қойған жоқпын. Мен де өзім осы экспериментті білгім келеді, қанша сағат шыдайтын. Бірақ бұл 48 сағат шыдады, достар. Тура 5 болды сағат. Бұны 4-тен 8 еткенде бастаған болатынбыз, қателеспесек. Даже 49 сағат, достар. 49 сағат шыдады, достар. Жайт, достар. Мен ойымша бұл 48, 50 сағатқа шыдайды. 100% сенімдім. Өйткені қараңыз, әлден жанып тұр. Міне көрінеді. Кішкене камера, міне. Скотчқа жақ көрейік, міне. Әлде көрінеді. Достар, бүгінгі видеомыз аяқтайық. Тым ұзақ болып кетті. Экспериментіміз аяқталды. Бұл көп шыдайды деп ойлаған жоқпын, достар. Достар,
Бүгінгі видеом аяқталды. Сіздермен бірге болған Нұр KZ. Сау болыңыздар. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.